Есерән, ессіз клиптер енді эфирге шықпауы мүмкін. Мәдениет және спорт министрлігі әншілердің киімінен бастап, әннің мәтініне дейін сүзгіден өткізетін ережені заңға кіргізбекші. Қазір министрлікте құрылған комиссия осы жобамен айналысып жатыр. Ол бойынша сахнада ән айту үшін орындаушылар арнайы лицензия алуға да міндеттелмек. Ал эстрада әншілердің бұған қатысты пікірі қандай? Тақырыпты әріптесім Асқарбек Қазанғап толықтырсын. Ештеңе таппай эшкеремен әндеткендердің, санжалдаратып шығуды сән көргендердің әрекетін ақтайтындардан даттайтындар көп. Хайп қуып, өнерді майып қылғандардың қылығы қытыққа тигенмен қой дейтін қожаның болмауы шымбайға батып-ақ тұр. Әттеген аяқ оларды осы жолға бастап жүрген продюсерлер бұл әрекеттерінен еш әбестік көрмейді. Если трек качает, да, если трек очень яркий, почему я должна надеть на